армысыздар, ылсатын ағайындар, амансыздар ма? Мынау Бақыт апа, Лаура Айдылханына бүгін сіз үйлеріңізде үлкен мереке. Қыздарыңызды ұшырып ұясынан ұшырып ақтап ұшырып алып отырсыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Осы қыздарыңыз барған жерге судай батып тастай сіңсін. Жаңа осында айтылып жатқан барлық тілектер қабыл болсын. Дендеріңіз сау болсын. Әркімнің үйінде осындай керемет той болсын. Әрқашанда осындай ақ дастарханда кездесе берейік. Енді мынау біздің ұжымның атынан бір тамаша ән бар еді, қабыл алыңыздар. Әнеге бәрін бірге. Құрметті ұжым. Бәрекелдер, не деген ән, тәтті тілек, осындай әуезді әнмен келіп отырған мектеп ұжымына мың алғыс айтамыз. Берілу керек еді, бірақ той иелері қызымызды бір тәттімен шығарып салайық деген ниетпен ырымдаған екен. Сондықтан бүгінгі Оралбек пен Айгүлдің құрметіне жасалған арнайы тәтті тағам тортты салтанатты түрде қошеметпен ортаға шақыруға. Тортқа жақындамаңыздар, әйтпесе шаштарымыз өртенеді. Әрине, төрттің жанына Оралбек пен Айгүлді ортаға шақырамыз. Әнекей жас жұбайларды қарсылайық. Әрине бір қошеметпен ағайын. Ал енді жастар торт кескенше ортаға Қайрат құданы, құдағиды, Бақыт апамызды, Лаураны ортаға шақырайық. Әнеке жас жұбайларды мына сол жағына жайғасса.
Енді Айгүл саған бір сұрақ қояйық. Сен ұзатылып кеттің, ұзатылып барасың, барған жерінде бақытты бол. Сен үйленгеннен кейін, сол жұртқа барғаннан кейін 3 дос табасың. Сол достарыңды атап жіберсең. Күйеуім, атам, енем. Сен сол әулетке барасың, барғаннан кейін 3 дос табасың десең, күйеуім, атам, енем дейді. Саған сол үйде дос болатын достарының аты мына Пышақ, Оралбектің үйіндегі Чайни, Тифан айналайын. Сол сен достар. Рахмет, сондықтан сен мына алғашқы досыммен қауыштырайын деп тұрмын. Оралбекке мал бауыздағанда, саған тамақ жасағанда дос болсын. Одан кейін дос болып қойып. Солайды. Ал ендеше торттың қалаған дәл 2 жерде, осы жерде бір 2 кусок кесіп берсеңіздер, жастар торт кесіп жатыр, қадірлі ағайын. Ана баяғы заманның ағымына қарай болып кетті. Баяғыда аталарымыз айтушы еді кезінде, балам, аузыңа май, астыңа тай деп. Қазір 21 ғасыр аузыңа торт, астыңа мәшине форт дейтін болды. Соған келді. Рахмет. Ендеше бірінші қыз алып жатырмын ғой. Маған осындай Айгүлдей қызғалдақтай қызды тартып өткен бірінші алға болса, екінші осындағы Айгүлімнің апалары, Күләш апасы, Бақыттай апасы, Лаурадай анасы деп ниет білдіріп отқан бірінші біздің Оралбек ауыз тигізсін. Қанекей, Күләш апаңнан бастап қол соғып қошеметтеп қояйық. Қыздың жолы жіңішке, ендеше біздің Айгүл де екінші әкесімен, екінші анасына және алыстан келген апасына өз қолымен тәтті торттан ауыз тигізіп қойсын. Апаның қолына ұстады, сен Күләш апаның қолына ұстады. Осы екі генерал апамыз аман болса, осы сіздердің ақылың арасында біз бақытты боламыз. Рахмет, құрметті ата-аналар, дастархан басына жайғаса беріңіздер. Ал енді 2 жастық кішкене сәл төменірек орнын бөліп қоймасам болмас. Сондықтан бәрекелді, сізге сұрақ, біздің Оралбек аспанға бақыт құсы ұшты ма екен, ұшқан соң күннің нұрын күшті ме екен, үй болып отау тіккен қалай екен, айтшы Ореке, үйленген күшті ме екен деп қояйын. Тема екен, тема деп қояйын. Той болған соң болады, алғанына, алғаннан кейін болады, алғанына, келін болып аттанып бара жатсың қалай? Айгүл, ұзатылған нормаль ма? Күшті. Ой, рахмет. Ал енді қадірлі ағайын, енді мына Оралбекке қарасаңыздар, пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған дейді. Мен мақтасам, Оралбекті мақтайын, бір қолы шапалақтап қойыңыздар. Қысқа. Оралбек сияқты жігіттер Қазақстанда аз. Неге? Өйткені Оралбектің денесіне қарасаңыздар, Оралбектің денесі тура Қазақстанның картасы сияқты. Оралбектің бойында бүкіл Қазақстанның қалалары, өзен, көл, табиғат, пайдалы қазба бәрі бар. Мысалға деймді, шашты қарасаңыздар, мына Түргеннің баурайында өсіп тұрған қалың орман қарағай сияқты. Екі көзін қарасаңыздар, тұп-тұнық, біріншісі көлсай, екіншісі есіктің көлі сияқты. Мына ауызын ашса жүрегі көрінетін азамат, ауыз мына танау бәрі қуыс қой, енді асқазанға дейін. Ана Қарағанды жезқазған Теміртаудың бір шахталары сияқты жердің асты. Мына жүрек деген өзіміздің Алматы сияқты мегаполис. Енді мына оң иық деген Шымкент, сол иық деген Қызылорда. Мына асқазанның айналасы Сарыарқа, ал енді елордамыз Кіндік, Астана. Ал енді артқа қара, мұнаның бәрі Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтау, Маңғыстау, Жаңаөзен, Қарашығанақ, ары қарай мұнай бар, газ бар, оны айтып.
көрдіңіздер ма? Егер міне Айгүлдің туған туысқандары бар болсаңыздар, міне біздің күйеу бала деп бір мақтанардай шапалақ ұрып қойыңыздар шықанекей. Ал енді Оралбек, сен үйленесің, енді үйленіңдер ғой енді. Сен бүгін Айгүлді үйге алып барасың. Сені бүкіл туған туысқан келін алып келді, біздің Оралбек деп күтіп отыр. Елдің бәрі саған бірінші не деп тілек айтады? Құсың құтты болсын деп. Бәрекелді, құсың құтты болсын деп тілек айтады екен. Неге осы жігіттер үйленген кезде, әйел алған кезде құсың құтты болсын деп тілек айтады? Сен білесің бе? Сіздер білесіздер ме? Неге құсың құтты болсын деп тілек айтады? Өйткені әйел адам кәдімгі ұшып жүрген құстарға құсайды екен. Сондықтан құсың құтты болсын деп тілек айтады екен. Ендеше Оралбек Айгүлді өзің жақсы көретін кәдімгі бір 4 құсқа теңеші. Аққу, бұлбұл, папугай. Тоқылдақ. Бәрекелді. 4 құсқа теңе десем, аққу, бұлбұл, папугай, тоқылдақ дейді алып болса. Мана дұрыс айтады, әйел адам өзі осы 4 құсқа жақсы құсайды екен. Мысалға айтып берейін да, осы этаптан өтеді екен. Үйленесің. Мысалға біздің Айгүл осы біздің айдыннан қалықтап аққу болып ұшып, құдалардың алақанына аққу болып қонды, дұрыс па? Үйленген кезде аққу болып қонады екен. Аққудан өтеді екен әйел адам. Одан кейін бұлбұл құс болып шыға келеді екен. Ана жұмыстан келесің, шаршап, ұйқың кеп, қарның аш, есік ашпасаң ана үйде бұлбұлың тұрады сайрап. Қайда жүрсің? Көк-көк, қайда кеттің? Көк-көк, қашан келесің? Көк-көк деп сайрап тұрады екен. Одан кейін барып, қанаты қатай, 1-2 балалы болған кезде әйел адам деген папугай құсқа айналады екен. Енді папугай айтқаныңды қайталайды емес пе? Не десең, не дейді? Қой десең, өзің қой деп тіл қайтара бастайды екен. Ондайдан Құдай сақтасын дейді. Ал енді бала тапқан сайын әйел адам тоқылдақ құсқа айналады екен. 1 бала туады төбеңнен, 1 шоқиды, 2 бала туады төбеңнен, 2 шоқиды, 3 бала туады оңдырмай, тағы шоқиды. Сөйтіп мына 5-6 балалы болған кезде еркек байқұстардың осы басынан бас қалмай, шашынан шаш қалмай таз болатын себебі содан екен. Сондықтан сен де 5 қыз, 5 ұлдың әкесі атанып, мына шаштың бәрін сыпыр деп қол шапалақ. Рахмет. Ал енді ғашық оты жанады жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келер жылы қосылған 2 жасқа бақыты мен байлығын ала келсін. Қоса қодай бірге қатар жүзгеніңмен, қол ұстасып шаттанып күлгеніңмен, Оралбек бауырым мен сені құттықтаймын, үйленіп үлкен казиаққа кіргеніңмен деп қол шапалақтап құтты орындарына шығарып қалайық. Ал енді қадірлермен жаңағы айтқанның бәрін әзілдеп түсініңіздер. Рахмет. Ал енді іздегенде табылатын қасыңнан көңілі бар отырған, жігіт жолдас бастаған, қыз жолдас бастаған, осы залда отырған Оралбек пен Айгүлдің барша достарын, класстастарын, группаластарын, жалпы достарын ортаға шақырамыз ағайын. Бәрекелді. Ал енді мына көп сөйлеген мықты емес, дөп сөйлеген мықты дейді менің бір арман досым. Сондықтан енді уақытқа бағынып, негізі күн 11 ауа қызды ұясына шығарып алады ұзатып. Сондықтан уақытқа бағынып, рұқсат болса, Оралбек жақтан бір 3-4 адам, біз жақтан 3-4 адам сөйлесек, қалғанымыз қосылып билесек, жарай ма? Бәрекелді. Начну первая, как подруга лучшая Айгули. Айгулечка Оралбек, я поздравляю вас с этим знаменательным днем. Этот день знаменателен не только для вас, но и для вашей мамы, Айгули мамы, Оралбека мамы, папы. И я хочу вам пожелать счастливой жизни, долгой жизни, чтобы вы были всегда друг для друга опорой, чтобы всегда поддерживали друг друга, чтобы вы вместе совершенствовались и шли по жизни
держать за руки. Пусть у вас будет много-много детишек. Ну, в общем, поздравляю вас. Дорогие Уралбек и Айгуля, поздравляю вас с этим знаменательным днем. Желаю всего самого лучшего, счастья вам огромного, здоровья, любви, берегите друг друга, никогда не ругайтесь. Желаю, чтобы все ваши мечты, желания осуществлялись, сбывались. Мы вас очень любим и очень рады за вас. Счастья вам! Оралбек, Айгуля, сендерге бақыт тілеймін, денсаулық. Айтады ғой, Абайдың жасын, Жамбылдың жасын, Абайдың басын тілеймін. Ақтатен, құттықтаймын. Негізі көп сөйлей бермеймін, бақыт, денсаулық. Ал Оралбек бауырым, Айгуля, тойларың құтты болсын. Бауыратыте, бақтате сіздерге үлкен рахмет. Осындай дастархан жайып отырғандарыңызға. 2 жасқа осы өмірлік бақыт, қол ұстасып жүре берсін, әрқашан мұңаймасын, бір-бірін ренжітпей, әрқашанда бақытты болып жүре берсін. Ал Оралбек, Айгуля, көтерге шағаттарың биік болсын, денсаулықтары мықты болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Ал енді сыйлықтарыңыз болса, бір-екеуіңіз апарып табыстап келуге рұқсат. Енді қалған жігіттер, қыздар бір жақын тұрып, тағы да суретке түсіп болайық. Қанекей жақын тұрыңыздар. Одан кейін. Ал қанекей Айгүлдің тойынан естелік сіздерге. Рахмет. Енді бұлай, қадірлі ағай, мына жастар отыра берсін. Қазір енді мына тойбасылар дайын болғанша қыздар айтады, жігіттер айтады, біз қазір мына жерде флешмоб билеп береміз деп тұр осы Оралбек пен Айгүлдің құрметіне. Сондықтан осы достардың атынан бір флешмоб сіздерге. Енді ойын шарты бұлай, бұл енді бір флешмоб ойын деп аталады. Сондықтан енді жастарға да бір көңіл бөлгеніміз дұрыс. Енді бұлай, қыздар, жігіттер маған қараңыздар. Ашылып тұрайық, бір-бірімізге қазір кедергі жасап, қолмен билеген кезде бір-біріміздің маңдайымыздан түртіп кетпейтіндей болайық. Қазір музыка ойнайды, бәріміз билейміз. Музыка тоқтап қалады. Сол кезде музыка қалай тоқтайды, стоп деген кезде сіздер қалай билеп жатсыздар, солай қатып қалуларыңыз керек, жарай ма? Даже көз жыбырламау керек. Жыбырлап қойған адамдарды на вылет ойыннан шығарып отырамыз, жарай ма? Келістік па? Ал қанекей қошеметтеп қойық. Екі жастың достары билейді. Бірінші музыка. Ал қанекей жастар. Орнымызда ғана. Қошемет қалады. Ал көрейік, кімді жыбырлады екен. Бәрекелді, қандай, бәрекелді, мына жігіттің ерді кетті. Боссыз, ал, келесі музыка, болды. Келесі музыка, ал, жібек. Ай, бәрекелді, міне бас кетті. Стоп дегеннен бар, бір тісті көрсетіп қойды да. Рахмет. Больно. Келесі музыка. Стоп. Ана, камера болады екен ғой жібірлеп. Так. Күтейін, кім жібірлайды екен? Бәрекелді, сіз боссыз. Сіз боссыз. Бәрекелді. Келесі. Ал, кеттік музыка, маэстро. Опан, Gangnam Style. Gangnam Style. Опан, Gangnam Style. Так, көрейік. Ай, бәрекелді, кетті анақсы. Ал, келесі. Кетті ары қарай жалғастырамыз.
жыбырламау керек даже. Көрейік, қазір ағайын. Так. Ой, мына кісі не қарап тұр екен? Ай, бәрекелді. Екеуіңіз кеттіңіздер. Аха, бәрекелді. Ал, ары қарай жалғастырайық. Қанекей, аз қалды қазір. Оп, кішкене қол көтеру, билеу деген жоқ па? Өйдә! Күлді кетті, міне мен балаңыз. Кетті. Ал, ары қарай, кеттік, ары қарай жалғастырамыз. Жақсылап, қанекей. Секіріп. Стоп! Так, міне көз кетті, ауыз кетті, күліп қойды. Бәрекелді. Мына кісі демалып бір өзі боссыздар, бәрекелді. Рахмет, так, 4, міне 7 адам қалды, қасиетті сан. Ал, қанекей, жібер. Стоп! Рахмет, бәрі бірінші орынды қол шапалақтап қояйықшы, қадірлі ағайын. Рахмет, ендеше достарына құрметпен ақ-дастархан басына шығарып салайық, көрінетіңіздер. Ағайын той дегенде домалайды қу бастар, той дегенде бебелейді бұл жастар. Салт қой жолыменен бұрынғының алдарыңызға келе жатыр той бастар. Бәрекелді, ендеше тойдан тобықтай, той жалғасын таба берсін, той сіздерге жұғысты болсын деп тарту етер. Бүгінгі той иелерінің сіздерге дайындаған той бастарын қабыл алыңыздар. Ой, бастадым бақу, аспай, бұл тойды, жай бастан қоған, қоңыр сықынай мадағай, сәтті күнің бай сәрсемде, той жасарсыз құтты болсын ай тойымыз, ей бастан ай қоған ай, қоңыр сарқынай мадағай, құдай қосылбай екпе жақ, отау текті бақу, құтты болсын ай Бәрекелді бас той құтты болсын, рахмет. Ал енді тағы бір той бастар, осындағы өнер адамдарынан сұрайық. Бұлбұл баласы, жемтасиды анасы, балалары көзінің ағы менен қарасы, баста десең бұл тойды, алшам бастаруға ай, той бастаған біздерге шекпен тастаруға ай, тауда бұлбұл баласы, жем тасиды анасы, балалары көзінің ағы менен қарасы, арғатаңды сорасың, қол бастаған угай ай, қиын боппа той бастау, қол бастаудан угай ай, тауда бұлбұл баласы, жем тасиды
дейді анасы, балалары көзінің ағы менен қарасы. Бәрекелді, рахмет. Ал ағайын, ендеше қазағымыздан той кетпесін, алдарыңыздағы тойбастарды ашуға рұқсат. Ететке, сорпа бетке, тойбастардың бәрі пакетке. Мына біздің официант қыздар шаршады, әзілдеп айтқанда. Сондықтан айналайын жеңгелер, мына тойбастарды ғана пакетке салмай, дастарханда жөні түзу не бар, бәрі пакетке аударып, мына жартылай болса да столды жартылай жинасып кетіңіздер ағайын, жарай ма? Ендеше тойбастарды ашып, тек қана дастарханнан табыламыз. Әлі алда той иелері рахмет айтады. Одан кейін барып Айгүлдің ұзату рәсімін жасайтын боламыз, қадірлі ағайын. Ендеше ары бері жүріс-тұрыс болмасын, баршаларыңыз дастарханнан табылып, тойбастарды ашуға рұқсат. Өзіңде жер қайда